тоқтады дейді ақынның асау жүрегі, батылы барып тоқтатқан оны кім еді? Сақтайды дейді, соқпайды дейді жүрегі, жоқтайды бүгін перзентін байдақ жыр елі деп. Бір бір кітап акциясы аясында қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар поэзияға айрықша өрнектер мен айшықтар енгізген 20 ғасырдың ұлы ақыны, қазақ әдебиетінің классигі, жастар сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының әнұранының авторларының бірі, Қазақстанның халық жазушысы ақын Жұмекен Нәжімеденовке ұйымдастырған жүрегі жүр Жұмекен атты әдеби сағатымызды бастаймыз. Жұмекен Сабырлы Нәжімеденов 1935 жылы 28 қарашада Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қошалақ Құмы Ашақ деген жерде дүниеге келген. Ол 1954 жылы орта мектепті бітіргеннен кейін Жас қайрат 8 жылдық мектепте бір жыл қазақ әдебиетінен сабақ береді. 1956-59 жылдары Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясының халық аспаптар бөлімінде оқиды. Оны бітіргеннен кейін Қазақстан Жазушылар одағында әдеби қызметкер болып қызмет атқарады. Ақын Жұмекен Нәжімеденов көптеген өлеңдер, дастандар жазған. Соның ішінде соғыс қасіретіне арнап 1967 жылы Жоқ ұмытуға болмайды атты дастандар жинағын жазады. Және сонымен қатар көптеген ол туған жерге, туған топыраққа деген қашанда оның көзқарасы, оның құшағы ыстық. Ондағы Қошалақтың құмы, жыңғылдың жанға шипа ауасы, барлығы қызушылық, қозғаушы күш болып табылады. Жұмекен Нәжімеденовтің құм жырлары, Қошалақ деген өлеңдері және тағы басқа көптеген өлеңдері бар. Биыл ақын Жұмекен Нәжімеденовке 90 жыл. Мына бір дайындалған кітап көрмесінде даңқ пен дақпыр және кішкентай Ақшағыл атты 7 томдық толық шығармалар жинағы бар. Ақын Жұмекен Нәжімеденовтың кейінгі жастарға ескірмеген үлкен дүние қалдырып кеткені белгілі. Бұндағы ескірмеген дүниелері, естеліктер, шығармалар кейінгі жастар үшін адамгершілік, имандылық рухында қызмет етеді. Ақын Жұмекен Нәжімеденовтың шығармаларының тамыры тереңде, бұтақтары биікте.